Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін бізде 60-шы сабақ ақиқат және жалған пікірлер. Сен пікірлердің ақиқат не жалған екенін анықтауды және оларды құруды жалғастырасың. Бірінші тапсырмаға қарайық, пікірлер ақиқат па әлде жалған ба дейді. Ақиқат және жалған пікірлер дегеніміз дұрыс және дұрыс емес пікірлер деген мағынаны білдіреді. Олай болса қарайық, 40 саны 50 санынан кем дейді. Демек бұл ақиқат болады екен. Себебі 40 пен 50-ді салыстыратын болсақ, 40 кішкентай болады екен 50-ден. Сол себепті бірінші нұсқасы ақиқат болады екен. Екінші нұсқасы 600 саны 500 санының алдында болады дейді. Жалған, себебі біз ретімен жазған кезде 500, 600, 700 деп жазамыз. 600, 500-дің алдында болмайды екен. Сонда біздің екінші нұсқамыз жалған болады екен. Келесі үшінші нұсқаға қарайық. 3 саны 4 санынан кейін тұрады дейді. Бұл бізде жалған болады екен. Себебі 3 саны 4 санынан кейін тұрмайды. Ол 4 санының алдында тұрады. Солай емес пе? Мысал келтірейік. 3, 4, 5, 6 деп жазамыз. 4, 3, 5, 6 деп жазбайды екенбіз. Солай ғой. Келесі төртінші нұсқаға қарайық. 7 саны 6 мен 8 сандарының арасында тұрады дейді. Бұл ақиқат, себебі біз жазатын болсақ 6, 7, 8, 9 деп жазатын болсақ, 7 саны 6 мен 8-дің ортасында тұрады екен. Есеп сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі екінші тапсырма. Ақиқат пікірлерді тап дейді. Асы 20 саны жүздіктер жиынына тиісті дейді. Бұл бізде жалған пікір болады. Әсі 20 және 40 сандары екі таңбалы сандар жиынына тиісті дейді. Әсі ақиқат пікір болады екен. Келесі ондықтар жиынын пайдаланып бір ақиқат және бір жалған пікір құр. Ақиқат пікір құрып көрейік. 30 саны ондықтар жиынына тиісті. Дәл осылай ақиқат пікірді құрсақ болады екен. Дұрыс, 30 саны ондықтар жиынына тиісті болады. Келесі жалған пікірге бір пікір құрайық. 50 және 70 сандары бір таңбалы сандар жиынына тиісті. Жоқ, дұрыс емес, себебі 50 және 70 сандары олар ондықтар жиынына тиісті. Демек, бұл жалған пікір болып есептеледі екен. Біз дұрыс, жалған пікірді дұрыс құра білдік деген сөз. Келесі бізде үшінші тапсырма. Жалған пікірлерді тап. Бірінші нұсқасы 3 бұрыш кеңістіктік фигуралар жиынына тиісті. Тиісті емес. Демек, бұл жалған болады екен. Келесі 35 саны геометриялық фигуралар жиынына тиісті емес. Бұл болады тиісті. Демек, бұл ақиқат болады екен екіншісі. Келесі шаршы жазық фигуралар жиынына тиісті емес. Бұл жалған болады екен. Демек, бұл тиісті емес болады. Үшінші нұсқамыз. Келесі төртінші нұсқасы дөңгелек кеңістіктік фигуралар жиынына тиісті емес. Бұл ақиқат болады екен. Демек, бұл тиісті болады. Келесі бізде цилиндр кеңістік фигуралар жиынына тиісті дейді. Бұл ақиқат болады екен. Алтыншы нұсқа текше жазық фигуралар жиынына тиісті емес дейді. Бұл ақиқат болады екен. Сонда бізде жалған пікірлер екеу болды. Оны жазып қойсақ болады, Онда былай жазамыз. 3 бұрыш кеңістік фигуралар жиынына тиісті. Осылай жазып қоятын боламыз дәптерімізге. Негізі бұл бізде дұрыс емес. Сол себепті жалған пікір болады екен. 3 бұрыш бұл жазық фигураның жиынына кіреді екен. Келесі бізде шаршы жазық фигуралар жиынына тиісті. Жоқ,
ол негізі кеңістіктік фигуралар жиынына кіреді екен. Сонда осы екеуі бізде тиісті емес екен. Жалған пікір екен, иә. Келесі бізде 4-ші тапсырма. Сандар жиынына қара, жазбаларды оқы. Пікірлер ақиқат па әлде жалған ба дейді. Бұл жерде 5 және тиісті А ақиқат, 2 тиісті Аға ақиқат болады, 3 тиісті Аға ақиқат болады екен. 5 тиісті емес Б-ға ақиқат болады. 2 тиісті емес Б-ға жалған болады. 4 тиісті емес Б-ға ақиқат болады. 5 тиісті Аға жалған болады. 2 тиісті Б-ға ақиқат болады. 4 тиісті Б-ға жалған болады екен. Олай болса жазайық, иә, дәптерімізге. 5 тиісті Аға ақиқат. 2 тиісті Аға ақиқат. 3 тиісті Аға ақиқат. 5 тиісті емес Б-ға ақиқат. 4 тиісті емес Б-ға ақиқат. 5 тиісті емес Аға жалған. Және 2 тиісті Б-ға ақиқат. 4 тиісті Б-ға жалған. Дәл осылай дәптерге жазып қойсақ болады. Келесі бізде 5-ші тапсырма. Пікірлердің ақиқат не жалған екенін айтып бер дейді. Бірінші нұсқаға қарайық. Қазақстан сөзінде 3 дауысты дыбыс бар дейді. Бұл бізде ақиқат болады. Келесі, отаным сөзінде 1 дауыссыз дыбыс бар дейді. Бұл жалған болады. Үшінші нұсқамыз. Қазақстан және отаным сөздерінде Н әрпі 2 рет кездеседі дейді. Бұл жалған. Демек, Қазақстан сөзінде Н әрпі 2 рет емес, бір-ақ рет қана кездеседі екен. Сол себепті бұл бізде жалған пікір болады екен. Келесі 6-ші тапсырмаға қарайық. Арша мен қарағай ағаштарының биіктігін бірге алғанда 48 метр. Егер арша ағашының биіктігін 10 метр болса, онда ол қарағай ағашының биіктігінен неше метр кем дейді. Олай болса, бұл жерде бізде арша 10 метр екен, қарағай белгісіз, екеуінің биіктігін қосқанда 48 метр екен, иә. Енді бізге қарағайды табу керек. Жазамыз, шешу дейміз да. Бірінші біз қарағайды тауып алайық, иә. Ол үшін 48-ден аламыз 10 метрді. Сол кезде бізде қалады 38 метр. Бұл бізде қарағайдың жаңағы биіктігі екен. Енді бізге тағы сұрақ берген ғой. Қарағай ағашының биіктігінен неше метрге кем дейді. Ол үшін біз 38-ді қарағайдың жаңағы несін тауып алдық қой, биіктігін. 38-дің биіктігінен аршаның биіктігін алып тастауымыз керек екен, иә. Сонда біздегі екеуінің айырмашылығы шығады екен. Онда екінші деп қоямыз, 38 азайтамыз, 10-ды тең 28 метр қалады екен. Айырмашылығы сонда 28 метр екен. Арша ағашының биіктігі қарағай ағашының биіктігінен 28 метрге кем дейміз. Демек, жауабы 28 метр кем болады екен. Есеп сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі 7-ші тапсырма. Тиімді тәсілмен есептеп шығар дейді. 67 қосу 19 қосу 13 дейді. Ең алдымен тең деймізде жақшаның ішіне 67-ге 13-ті қосып аламыз және оған қосамыз 19-ды. 67-ге 13-ті қосқан кезде 80 болады. 80-ге қосамыз 19-ды, 99 болады екен. Келесі 35 қосу 45 қосу 13 дейді. Және жақша ішінде 35-ке 45-ті қосып, оған 13-ті қосатын боламыз. 35-ке 45-ті қоссақ 80 шығады бізде тағы да, иә. Нөлмен аяқталатын сандар шығып жатыр. Келесі 80-ге қосамыз 13-ті, 93 болады. Сіздерге тиімді тәсілін жазып көрсеткен болатынмын. Дәл осылай жазып алсаңыздар болады. 73 қосу жақша ішінде 7 қосу 30 тең болады.
Жақша ішінде 73-ке 7-ні қосып аламыз, 80 шығады. 80-ге қосамыз 30-ды, болады 110 екен. Келесі 73 азайту 30 қосу 7 тең. Жақша ішінде 73 қосу 7, тағы да бізде 80 болады. 73-ке 7-ні қосатын болсақ, азайтамыз 30-ды, сонда 80-нен 30-ды алсақ, 50 қалады екен. Келесі бізде 8-ші тапсырма. С және Д жиындарының бірігуі және қиылысу операцияларының диаграммаларын құр. С бір таңбалы сандар жиыны, Д 5-тен кем бір таңбалы сандар жиыны. Өзің 3 ақиқат және 3 жалған пікір құрастыр дейді. Ең бірінші біз әрқайсысын жазып алайық. С жиыны бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 болады екен. Д жиыны 4, 3, 2, 1 болады екен. Енді осы диаграммалардың бірігуін және қиылысу жерін көрсетеміз. С жиыны бөлек сызамыз С жиын, және оның ішіне көріп тұрғандарыңыздай, видеодағыдай 1, 2 С жиынына тиісті элементтерді жазып шықтық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ал Д жиынында бөлек сызып, оның Д жиынына тиісті элементтерін жазып қойдық. 1, 2, 3, 4. Ал енді қиылыстыратын болсақ, қиылысу барысында жаңа екеуі қиылысқандықтан бір С жиынында да Д жиынында да бар, сол себепті қиылысу ортасына жазамыз. Бірді, екеуінде де бар, екінде жазамыз. 3 С мен Д-да да бар, екеуінде де бар. 4 екеуінде де бар, сол себепті қиылысу ортасына жазып қойдық осы сандарды. Ал енді С-да не қалды ары қарай? 5 қалды, 6 қалды, 7 қалды, 8 қалды және 9 қалды. Оны да С жиынына жазып қойдық. Ал Д-дашы, Д-да ештеңе қалған жоқ екен. Сонда бұл қиылысу болады екен. Ал егер біріктіретін болсақ, онда бірігуі дегеніміз С жиынына Д жиыны ішіне не істейді екен? Кіріп кетеді екен. С жиыны сыртында қалады, Д жиыны соның ішіне еніп кетеді екен. Сонда бір диаграмма болып кетеді екеуі. Ал біріктіру барысында Д жиынының элементтерін жазамыз ішіне. 1, 2, 3, 4, осы төртеуі. Ары қарай С жиынын жазып қоямыз. 5, 6, 7, 8, 9 деп. Сонымен біздің есебіміз осымен түсінікті болды деген ойдамын сіздерге. Ал енді бізге жаңағы құрастыр дейді өзің. 3 ақиқат және 3 жалған пікір құрастыр дейді. 6 саны С жиынына тиісті. Бұл бізде ақиқат болады. Ең алдымен ақиқатты құрастырып алайық. Келесі 6 саны Д жиынына тиісті. Дұрыс. Бұл да ақиқат. 14 саны С жиынына тиісті емес. Сонда бұл бізде ақиқат пікір болады екен. Келесі енді біз жалған пікірлерді құрастырып көрейік. 20 саны С жиынына тиісті. Жалған болады. 7 саны Д жиынына тиісті. Бұл да жалған болады екен. Келесі 3 саны С жиынына тиісті емес. Бұл да жалған пікір болады екен. Келесі 9-ші тапсырмаға қарайық. Кел ойнайық. Байқоңыр сөзінің әріптерінен сөздер құрастыр, неше сөз құрастырдың дейді. Бұл жерде біз бай сөзінен бай сөзін алдық, қор сөзін алдық, ай сөзін алдық, қоңыр, қой, бақ, қар және айыр. Демек біз 3, 6, 7, 8 сөз құрастырып алған болатынбыз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақтарда кездескенше сау болыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, орындай алмай жатқан тапсырмаларыңыз болса, комментарий бөліміне жаза кетіңіздер. Міндетті түрде лайк басып, каналды жоғалтып алмас үшін тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Мақпал Ерболатқызы, сау болыңыздар.